Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін оқырманның сұрауы бойынша орешки жасадым. Сіздермен бөлісейін. Ең алдымен бізге бөлме температурасындағы сары май қажет. Осының үстінен шекерімізді, яғни қантымызды салып, бір жұмыртқамызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Үшеуі міндетті түрде бірігу керек, өйткені біздің шекеріміз ерімесе, біздің тестамыз қатты шығады. Сол себепті барынша қозғаңыздар. Енді 2 ас қасық қаймағымызды қосып, тағы да бір араластырып жіберетін боламыз. Осының үстінен ситадан өткізілген ұнымызды салып, разрыхителімізді салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Достар, сіздермен өте керемет парақшамен таныстырғым келіп тұр. Гүлдер әлемі. Үй гүлдерінің қалай өсіру, баптау керектігін сіздерге видеода үйрететін болады. Өз ісінің маманы. Дәл осы каналға жазылып, пайдалы ақпараттар алыңыздар. Осы видеоның астына сілтемесін қалдырып кететін боламын. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді осыны 2-ге бөлем. Біреуіне қызыл түсті қосамын, өйткені біреуін қызыл түсті жасағым келіп тұр, яғни розовый түсті. Немесе басқа түстермен де жасасаңыздар болады. Бұл өте көзді ашады, әдемі болып көрінеді. Міне біздің қамырымыз осындай розовый түсті болды, өте әдемі. Енді қамырларымызды осылай кішкентай шариктерге дайындап алатын боламыз. Өйткені біз қазір формамызды қыздырған кезде бұны жасап отыруға уақыт кетеді. Сол себепті алдын ала осылай дайындап алыңыздар. Қатты үлкен емес, қатты кішкентай емес, тура осы формаға өлшеп жасайтын боласыздар. Алдымен формамызды газде ысытып қыздырып аламыз. Жаңағыдай қызған формаға салуға болмайды. Егер сізде электронный болса, оны жасай беруге болады. Ал осындай советский форма болса, сіздерде дәл осылай жасайсыздар, қыздар. Формадан осылай алақарында алып бәрін шешіп алатын боламыз. Ал қыздар, қызыл түсті жасайтын кезде оны басқаша пісіреміз, өйткені ол цветной ғой. Осылай барлығын салып аламыз да, жаңағыдай бетін қатты қысқаннан кейін, 2-3 минуттан кейін осылай бет жағынан пісіреміз, өйткені біздің асты жағымыз күйіп кетеді, өзінің реңін жоғалтады. Кез келген сгущенканы қолдансаңыздар болады. Осылай артық жерін алып тастап, қазір барлығын бір-біріне жабыстырып шығатын боламыз. Міне барлық шет-шеттерін бәрін алып тастадым. Осылай мешокпен құйған өте ыңғайлы, қасыққа қарағанда осылай бір-бірін жабыстырып шығатын боламыз. Барлығын жасап болғаннан кейін холодильникке немесе бөлме температурасына қойсаңыздар да бір-біріне сіңіп, жаңағыдай біздің орешкаларымыз өте жұмсақ болып шығады. Достар, сіздерге ұнаған болса, лайктарыңызды, комментарияларыңызды жаза кетсеңіздер, қазақша каналының дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар. Тағы да қандай рецепт күтесіздер, комментария жаза кетіңіздер. Сіздерге пайдалы болғанына өте қуаныштымын. Сіздермен болған Айгерім.